2026 жылы холодный воронкалар арқылы айына 2-5 миллион теңге табудың толық схемасы. Егер сіз сториспен артық шоудан шаршасаңыз, жүйелі әрі қымбатқа сатуға болатын методикамен мен бүгін сіздермен бөлісемін. Дәл осы схема арқылы мен айына 5-6 күн сторис жүргізсем де, айына 3 миллион теңге тұрақты табыс табам. Мен мына жерде барлық скриндарымды сіздерге келтіріп отырмын. Блогымда бар болған 715 подписчик, ноябрьде мен 6 күн, октябрьде 6 күн сторис жүргіздім. И при этом менің кассамда 6 миллион 737 мың теңге табыс түсіп отыр. Бүгінгі сабақта осының сырын сіздерге ашамын. Бүгінгі сабақта біз біріншіден неліктен сіздің 24-те жеті пахат етуіңіз, күнделікті артық шоуыңыз бен прогревтеріңіз енді нәтиже бермейтінін, керісінше сіздің табысыңызды бен энергияңызды жеп жатқанын анық түсінесіз. Мен бұл периодтан өзім өттім, және міне өзім скриндарымды сізге бөлісіп отырмын. Март 2024 мен стористен 6 күн демалам, апрель 24 мен стористен 6 күн демалам. При этом 2 айдың жиынында мен 2 миллион 500 мың теңге анық табыс табамын. Бұрын тұрақты түрде сторис жүргізсем де айына 1 миллион теңге әзер табатынмын. Бұл факт остается фактом. Екіншісі, қандай воронкалар бір экспертіме 2 машина, ал екінші экспертіме 7 күнде 11 миллион теңге алып келгенін айтатын боламын. Үшіншісі, холодный трафикпен жұмыс істеймін деп миллиондарыңызды рекламаға салып, сол миллиондардан слив қылмай, құртпай, сол ақшаны аздаған бюджетпен ғана 1 миллионды табуға болатынын білесіз. Қалай табуға болатынын бүгін білесіз. Енді неге дәл қазір мұны білу сіз үшін маңызды? Жаңағы айтып жатқан схеманы білу неге себепті маңызды? Біріншіден, инфобизнестің алтын ғасыры қазір аяқталды. Яғни әдемі суреттер, қызықты стористер, богатый покупкаларың, роскошный өмірің, успешный успехың енді қазір жұмыс жасамайды. Қазір аудитория уже одан тойды, аудитория артық шоудан, прогревтен шаршады. Нарық қазір тазалану үстінде. Дәл қазір нарықта үлкен бөліну жүріп жатыр. То есть қазір нарықта бірақ түрлі эксперттер қалады, және мен бұған өте қатты қуаныштымын. Бұл өте мықты эксперттер, өзінің нақты жүйесі бар, өнімі мықты эксперттер, олар осы дағдарыста да төтеп бере алады. Ал екіншісі, ол күнделікті шоуға сенгендер, системасы жоқ, тек блокпен ғана жүрген адамдар, олар біртіндеп, жаймендеп инфобизнестен шыға бастайды. Неге? Себебі, былайша айтқанда, біздің рынок ол жаңадан құрылып инфобизнес келді, бізге 2019 жылдары. Енді қазір осы уақыт аралығында түрлі сату методтарын көрген, түрлі курстарды алып көрген аудитория ол не істейді? Әлбетте ол сапалы бола түседі. Сол себепті оларға да енді өте жоғары, өте сапалы подход қажет. Дәл осы воронка сабағынан соң 1 миллион 65 мың теңге бір күнде продажа жасаған менің шәкіртімнің результатында сіздерге салып қойдым. То есть жүйе 2026 жылы барлығын шешетін болады. Бүгін біз сізге неге тұрақты табысқа шыға алмаймын, тек прогревтен прогревке өмір сүріп жатқаныңызды, запусктен запускқа өмір сүріп жатқаныңызды, және оның орнына артық шоусыз, қымбатқа әрі жүйелі сататын нақты схеманы қалай құруға болатынын білесіз. Күнделікті контент үшін өзіңізді зорламай, шаршамай, жарнамаға миллиондарды құртпай, тіпті бұрын таргетолог жасап ақшаңызды слив қылып алсаңыз да. Кімге бұл сабақты срочно көру керек? Күнделікті сторис жүргізесіз, рил салып, бірақ сіз ойлағандай продажа болмаса, табыс бірде көл, бірде шөл болса, бір айда миллион табасы, күшті прогревпен күшті кетеді, келесі айда 0 болып қалады, 100 мың болып қалады деген сияқты. Болжамды тұрақты табыс жоқ. Бұл сізді үнемі уайымға, үнемі бір стрессқа, тревожностьқа салып отырса, рынокта бар, бәрін қолданып көрдіңіз. Уже ана наставничествоны да алдыңыз, мынаны да алдыңыз, мына курсты да алдыңыз, кім крутой, кім личный бренд атыватыр, бәрінен курс алып көрдіңіз. Холодный трафикпен маған жұмыс істеуге келмейді деген уже сізде бір іштей ой болса, онда толықтай сеніміңізді, холодный трафикке деген сеніміңізді жоғалтып алсаңыз, онда бұл сабақты сізге точно соңына дейін
көру керек. Осы сабақта қандай воронкалар бір экспертке 2 машина алып келгенін, тағы бір экспертке 7 күнде 11 миллион теңге табыс алып келген воронкалармен бөлісетін боламын. Бұл сабақта мына нәрселерді сіз шешіп кете аласыз. Бірінші, нарық тоқтап тұр, продажа жоқ, мұз болып қатқан, ештеңе алғысы келмейтін аудиторияға қалай сатуға болатынын білесіз. Прогревтен шаршадым, күнделікті 24/7 пахат етуді тоқтатып, бірақ табысты қалай сақтап қалуға болады деген ішкі сұрақтарыңызға шешім аласыз. Таргетолог ақшамды слив етті, 100% холодный аудиторияны жылытып, оларды қалай сатып алатын клиентке айналдыруға болады. Табысым тұрақты емес, бірде бар, бірде жоқ, қаржылық качелядан құтылып, қалай ай сайынғы тұрақты, предсказуемый табысқа шығуға болады деген сұрақтардан мәселелердің шешімін табасыз. Сонымен бүгін не болады? Бір видеодан неге дәл қазір сенде продажа тоқтап тұрғанын және қалай холодный воронка арқылы стабильно 2-5 миллион теңге табуға болатынын білесің. Неге мені тыңдауға болады? Жалпы сен кімсің деген сізде сұрақ болса, өзімді таныстырып өтейін. Есімім Құндыз Тауасар, 4 жылдық тәжірибесі бар продюсер, стратегпін. Онлайн командамен отырып, офлайн емес, аслын подчеркиваю, онлайн командамен отырып 18 миллионға дейін запусктар жасадым. То есть мен эксперттің жанында жүріп, бірге съемка жүріп, қасында нянчиться жүрген жоқпын. Бүткіл команда онлайн болды, мен онлайн болдым, аутсорста отырып, осындай біз результаттар жасадық. Менің шәкіртім 1 миллионнан 17 миллионға дейін табыс тапты. Және менің подписчигім 700, сториста айына максимум 5-6 рет жүргіземін. Соның өзінде менің соңғы 3 айдағы оборотым 12 миллион теңге, өзімнің таза блогынан келген оборот. Неге мен айтып отырған модель жұмыс жасайды? Именно осы модель жұмыс жасайтынын түсіну үшін 20 миллион теңгеден астам сумманы тест пен новый методтарды үйренуге жұмсадым. Олар жаңағы команда алу, олар наставничество, курстар алу, олар жаңа связкалар тексеріп көру, рекламаға бюджет деген сияқты барлығын есептегенде менде 20 миллион теңгеден астам сумма тек қана тест, новый методтар, отдел продажа алып көру, роб басқарып көру деген сияқты жалпы инфобизнесте не бар, соның барлығын көріп, именно қай метод жұмыс жасайтынын таптым десем болады. 2021 жылдан бері ең топовый эксперттерден сабақ алып, олардың тәжірибесін, олардың методикасын тәжірибе жүзінде қолданып, ең эффективныйларын таптым. То есть Митрошнадан оқыдым, Тимочкадан оқыдым, Афонинадан оқыдым, Пыриковтан оқыдым. Мұндай әлі көбі симай қалды, Данил Матухно деген сияқты. Талай топ ресейлік эксперттерден оқып, олардан алған методтарды өзіме қолданып көрдім. Және қай метод нақты жұмыс жасайтынын мен уже білемін десем болады. Сол себепті бүгінгі сабақ сіздің 20 миллион теңге ақшаңызды қалтаңызды точно үнемдейді деп ашық айта аламын. Мен бұл видеоны сіз барлық ақпаратты бірден өзіңізге қолдана алатындай етіп арнайы жасадым. Сізге жүйелі әрі қымбат сатуға кедергі келтіретін 3 басты қателікті талдаймыз. Одан әрі мен күнделікті сторисіз, выгораниесіз жұмыс істейтін жаңа жүйені көрсетемін. Ал соңында бүгіннен бастап қолдануға болатын дайын құралды, яғни инструментті беремін. Жалпы 3-ақ қателік сізді жүйелі әрі қымбат сатуға кедергі келтіріп тұр. Көбісі бірден воронка құрастыруға, чат-боттарды құрастыруға ұмтылады, бірақ жаңаны құру үшін ең алдымен мына ескі жүйенің неге нәтиже бермей жатқанын түсініп алу керек. Қазір мысалы біз эксперттердің 90% нәтижесін, то есть яғни ол ақшасы, уақыты, энергиясы қай жерде жоғалып жатқанын талдайтын боламыз. То есть ескі қазір мен бұрынғы жасап жатқан моделім неге жұмыс жасамай жатқанын түсіне алмай жатып, біз новый методты әкеп сол жерге орната сала алмаймыз. Себебі ол жерде де по-любому қателіктер кетеді. Сол себепті не себепті бұрынғы метод жұмыс жасамады? Бірінші қателік көбірек контент, көбірек продажа деп ойлау. Сіз күнделікті артық шоу жасайсыз. Артық шоу дегеннің артында ол жаңағы сторис саласыз, лайфыңызды көрсетесіз, прогрев жасайсыз, личность көрсетесіз, экспертность ашасыз, рилс түсіресіз. Ойбой, ол рилс түсіруге команда аласыз, мобилограф аласыз, өзіңіз бір сол курстарды оқисыз. В общем, ақтер, көктер болып ана контентті жасайсыз. Сіз 100% өз энергияңызға, харизмаңызға, шабытыңызға тәуелдісіз.
Мен бұны өзімнің опытымнан айтып отырмын. Бұл нәрсені мен де өткенмін, бұл қателікті мен де жасағанмын. Март 2024, апрель 2024 күнделікті стористамын. Каждый айда 6 күнде мен сториста демаламын. При этом менің табысым 2,5 миллион теңге. Ал октябрь 2025, ноябрь 2025 қарасаңыздар, мен сториста бар болғаны 6 күндемін. И при этом мен бұл жерде ешқандай призыв на продажу жасамаймын. Соның өзінде менің табысым 6 миллион 737 мың теңге. То есть бұл қазіргі істермен бөлісетін жүйенің маған берген нәтижесі. Неге бұл жұмыс істемейді? Шабыт біткен күні продажада тоқтайды. Сіз ауырсаңыз, табыс нөлге түседі. Сіз выгоранияға түссеңіз, табыс тоже продажаңыз сол моментте тоқтайды. Бұл бизнес емес, бұл сіздің жалпы телефоныңызға, блогыңызға өзіңізді ерікті түрде байлап беруіңіз. Нарық жалпы мұз болып қатып жатқанда, қазір продажаның барлығы тоқтап жатқанда, уже адамдар шоудан тойды, олар по горло уже мына жерде оларда. Енді олар не істейді, өзінің проблемасына қазір нақты шешім іздеп жатыр. Ал сіз оларға шоу ұсынасыз, личность көрсетесіз, бір нәрсе, шын нәрсе, артық нәрселерді көрсетесіз. Бұл не істейді? Сіз қазір как будто күрекпен тау қопарып жатқан адамға ұқсайсыз да, хотя негізі мықты воронкалар бар, бірақ қопарып алып сізге табысыңызды алып келіп бере салатын деген сияқты. Екінші қателік, бұл холодный трафик ақшаны құрту деп ойлау. Бұл жалпы холодный трафикпен жұмыс істемеу, бұл өсуден бас тарту дер едім. Неге? Сіздің бұрын таргетолог жалдап, ақшаңызды слив еткен тәжірибеңіз болған шығар. Енді сіз ойлайсыз, значит, холодный трафик деген жұмыс істемейді, холодный воронка деген ол вообще жұмыс істемейді деп ойлауыңыз мүмкін. Енді сіз өзіңіздің кішкентай жаңағы блогыңызға, кішкентай жылы аудиторияңызға сенесіз де соған прогресс жасайсыз. Ну, как бы и безопасно, да, мен сіздерді түсініп тұрмын. Өзің блогың бар, сол жерге прогресс жасадың, какой-то бір минимальный бір сумма ақшаңды алып шықтың ол жерден. И ол жерде риск жоқ, әйтеуір қалтаңнан ақша шықпайды. Ал егер де сен холодный аудиториямен жұмыс жасамасаң, сен жүйелі, тұрақты түрде продаж жасай алмайсың. То есть келесі айда менде предсказуемо мынандай ақша болады деген сенде уже былайша айтқанда болжам жоқ. Неге? Өйткені сен онда вкладываться етіп жатқан жоқсың. Енді қараңыздар, мен мына жерде өзімнің бухгалтериямның несін келтіріп қойдым, скринін келтіріп қойдым сіздерге. Рекламный бюджет 150 мың теңге, при CPS 250. CPS деген жаңағы цена клика, бір кликім 250 теңге тұрғандағы тұрса, мен рекламный бюджет 150 мың теңге салсам, при этом мен, например, чегім 250 мың теңге болса, мен таза пайда 1 миллион 350 мың теңге көре алады екенмін. Ал негізі, например, 150 мың теңге рекламаға бюджет құйып, таза пайда 1 миллион 350 мың теңге табуға болса, при этом блогыңда барлық уақытында құртпай, жүргізбей жасауға болатын болса, неге оны басыңызды қосып жасап көрмеске, неге бұл жұмыс істемейді жалпы? Жылы аудиторияға ғана сеніп отыру, ол неге жұмыс істемейді? Себебі жылы аудиторияның өзінің бір шегі бар. То есть енді ол да резиновый емес қой. Например, сіздің сторисіңізді 500 адам көрсе, ол да резиновый емес қой. Сол 500 адам әйтеуір бір алып болады сіздің продуктыңызды. Ол жаңағы ерте ме кеш пе күйіп бітеді ол аудитория. Ал жаңа аудитория келмесе, то есть свежая кровь деп айтады ғой, онда сіздің бизнесіңіз өспейді. То есть всегда ол жерге бір трафиктан свежая бір кровь келіп отыру керек. Сіз бір орында тұрып қаласыз и, соответственно, қаржылық качеляға түсесіз. То густо, то пусто и өсіп отырасыз. Потому что сіз уже предсказуемо жұмыс жасай алмайсыз. Ол неге болады бұл нәрсе? Жаңағы трафикке неге адам ақша құя алмайды? Өйткені ода жүйе жоқ, сен жаңағы жасап жатқан нәрсеңе чуть-чуть сенімсіздік бар деген сөз. Кішкене болсын сенімсіздік бар. То есть блогпен сату, мен келесі айда да точно осындай табыс таба аламын деген точно сенім жоқ. Қазір құрып қойған жүйеңізге чуть-чуть сенімсіздік бар. Поэтому сіз оған алып сол тұрған жеріне холодный трафикке құя алмайсыз. Вот вообще проблема негізі трафикте, суық трафикте емес. Проблема оны жылытатын просто системаның жоғында.
егер де сіздің мысалы өзіңіздің системаңызға сеніп тұрсаңыз, сіз смело жаңағы 100 мың, 200 мың, 300 мың, 500 мың деген сияқты трафикке ақша құя берер едіңіз. Номер 3-ші қателік, жалпы воронка жасау қиын деп ойлау. Сіз воронка деген сөзді естігенде бірден бір анандай күрделі кодтар, бағдарламалау, API, бір технарь болу керек, компьютерді мықты білу керек, бір сервистерді мықты білу керек деп ойлайсыз. Ойлайсыз, жоқ, менің вообще мамандығым, мен енді өзім экспертпін ғой, мен енді технарь емеспін ғой, мен оны маған мына жер вообще сложно деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ в итоге не істейсіз, сіз ең ауыр жолды таңдап аласыз. Блогта прогрев жасап, контент түсіріп сату дегенді. То есть қолмен жұмыс жасауды қара еңбек дейді ғой. Қара еңбек ол осы прогрев, рилсті жасау бұл қара еңбек инфобизнестегі. Неге бұл жұмыс істемейді? Сіз технологиядан қорқып өзіңізді алып қол еңбегіне жығып бердіңіз. Сіз бір рет құрастырып 24/7 жұмыс істейтін активті воронканы құрудың орнына күнделікті 100% энергияңызды алатын жұмысты, стористі таңдайсыз. Мен ұсынатын метод ол өзіңізге келетін, күнде заявка генерировать етіп тұратын хотя бы бір воронка құрып алу. Давайте енді осы жерден қазір тереңірек талдайық. Өзіңізге күнделікті заявка генерировать етіп отыратын, блогтан тыс сізге заявка генерировать етіп отыратын бір воронкаңыз болса, ол сіздің бизнесіңізге опора болады ғой. Өзіңіздің блогтан да тыс бір жерден ақша келіп тұратынына сіз уже сенімді боласыз. Қазір қарайық енді, нарық қазір тоқтап тұр, бәрінде бірдей продажа жүріп жатқан жоқ. Бұрынғыдай ешкімде продажа жоқ. Көбісі рыноктан шығып кетіп жатыр, басқа нишаға өтіп кетіп жатыр. Байқап жүрген боласыздар. Енді бізде жалпы жылда сату методтары өзгереді, өзгеріп отырады. Биыл жаңа сату методына адаптация жасай алмай қалғандардың көбісі не істейді, продажасы олардың құлап жатыр. Мысалы 2020-2022 жылдары вебинармен сату хит болды. Өздеріңізден инфобизнесте біраз уақыт жүрсеңіздер білесіздер. 2020-2022 жылы барлығы вебинарға шақырады, вебинармен сату деген хит болды. 2022-2023 жылдары стористе прогревпен сату. Стористе прогрев жасау, прогревпен сату, міне бұл нағыз хит осы болды. 2024 жылы контент, воронка, разбор арқылы наставничестволар сату, қымбат наставничестволардың сату периоды болды. 2025-2026 жылы бұл гибридті сату моделінің уақыты. Жыл сайын сату методы күрделене түседі. Кім қазір бұл модельді өзінде қолданбайды, ол рыноктан шығып қалады. Қарасаңыздар, бұрын бір вебинар жасау үшін бір эфирдің сценарийін жазып, сонымен шығып сата салу норма болатын. Отдел продажға күнделікті лидтер түсіп отырады, отдел продаж сатады. Болды, ең қарапайым модель. Одан кейін стористен прогрев жасау шықты. Одан кейін сториске прогревке қоса контент воронка. Қарасаңыздар, жыл сайын бұл күрделеніп келеді. Контент воронканың артында разборға шақырасың, наставничество сатасың деген сияқты. Одан кейін, например, бұл метод 25-26 жылдары одан сайын күрделеніп, одан сайын сату методы дами түсуде. Тұрақты продаж жасау үшін мәселе сіз қаншалықты мықты эксперт екендігіңізде емес. То есть, сіз өз нишаңызда мықты эксперт шығарсыз, бірақ егер де сіз жаңа сату методтарын тез меңгеріп, соны өзіңіздің экспертлігіңізге, өзіңіздің қазіргі бизнесіңізге тез внедрять етіп алмасаңыз, онда сіздің мықты өз нишаңызда эксперт болғаныңыздан пайда жоқ. То есть, одан ақша келмейді ғой енді. Пока сіз өзіңіздің эксперттігіңізді ескі методтарменен, бұрынғыдай прогревпен, бұрынғыдай контентпен сатып жатқан кезде, сізден тәжірибесі аз новичоктар жаңа сату методын үйреніп, олар сізден де көп ақша тауып, тұрақты продажаға шығып жатыр. Бәлкім сіз өзіңіздің нишаңызда да осы нәрсені байқап жүрген боларсыз. Жалпы бұрын блог воронкада негізгі сату көзі болды. Мысалы, қараңыздар, блогтан қыздырып анкетаға, разборға жабу деген сияқты блог арқылы конверторлар, окно продаждар жасап отыратын модель болды. То есть блогтың негізгі жұмысы ол подпискаға жабу біріншісі, екіншісі блогта прогрев және продажа жасау деген жұмыстары болды. Подпискаға жабу үшін біз контентная воронкаға упаковать етілген актуальныйларға адамдарды жібереміз, немесе лид магниттарға кодовый слово арқылы неге жібереміз, директорға жіберіп отыратын болдық.
Және осы жерде біз блогта прогрев продажа жасау үшін мысалы разбормен саттық, басқа активностьтарға шақырамыз, егер де подписчик көп болса вебинарға шақырамыз, марафондар сатамыз, интенсив тағы басқа деген сияқты сата отырып өзіміздің ары қарайғы өнімдерімізді сатып отырдық. Бұл енді бұрынғы модель. Енді қазір моз болып жатқан аудиторияға қалай сатуға болады? Біз сізде блогтан тыс сіздің өніміңізді қыздырып заявка генерить ететін бір воронка болу керек. Плюс енді блог бұрынғыдай негізгі сату көзі емес. Енді блог қосалқы құрал. То есть қазір бірінші орынға воронка шығып кетті, сіздің основной жаңағы сізге күнделікті заявка генерировать ететін. Ал блог ол даже немесе синхронный заявка жинайтын модель ретінде ғана қолдануға болады. То есть егер де сіз қазір тек қана блогпен ғана сатып отыратын болсаңыз, өзіңіздің табу керек табысыңыздың 80%-нен айырылып жатырсыздар. Мен бұны нақты айта аламын. Бұрын бізде блог ол основной сату көзі болды. Қазір тек блогқа сеніп отырғандар, олар уже үлкен минусқа кете береді. Давайте енді шынайы болайық. Сіз блог жүргізесіз, сізге курс наставничествоңызға күнде заявка түсіп жатқан жоқ қой. То есть бүгін сторисқа жүресіз, күнде заявка түсіп жатқан жоқ. Как минимум бір апта қыздырып, содан кейін ғана барып сіз табатын табысыңызды табасыз. Егер де ол бір аптада сіз қыздырып үлгерсеңіздер. Енді тұрақты продажа болу үшін сізде тұрақты табыс сізде болу үшін сізде тұрақты түрде продажа жасап отыру керек. Демек, табыс тұрақты болу үшін сізге заявка тұрақты болу керек, чтобы сізге тұрақты продажа жасау үшін. Алгоритм бұл жерде тура осындай. Енді біз сторисқа не салам, блогқа не айтам деген деңгейде емес, мен күнделікті өзімнің основной продуктыма қалай как минимум 10-15 заявка генерить ете аламын деген сұрақты қою керек. То есть осындай ситуацияда блогты күнделікті жүргізу маған вообще актуально ма деген сұрақты өзімізге қою керек. Енді мысалы қарапайым математика. Күніне 5 адам сіздің өніміңізге заявка тастайды. Например, сіз не сатыватсыз, өзіңіздің бір сатыватқан инфопродуктыңызға күнделікті, например, 5 адам сізге заявка тастайды, сіз оның біреуіне саттыңыз. То есть 5-тің 5-еуіне сату деген жоқ инфобизнесте, ол өтірік болады да, ондай бар деп айтпай қойын. 5 адамның біреуі сізге сатты, сіз 5 адамның біреуіне саттыңыз. То есть, енді қараңыз, например, сіздің чегіңіз 100 000 теңге деп алайық. Күніне сіз 5 адамның біреуіне сатасыз, 5 адамның біреуіне сатасыз. Күнде сізге кассаңызға 100 000 теңге түсіп отыр, например. То есть, основной жұмыс қазір сізде прогрев жасап, потом сату емес, күніне хотя бы бір адамға сату. То есть, например, ол жаңағы күнделікті сіздің табатын табысыңыз, то есть енді сіздің основной продуктыңыздың чегіне байланысты болып қалады. Например, сіздің основной продуктыңыздың чегі 500 000 теңге. Күніне 5 заявка түсті, сіз 5 заявкадан бір адамға саттыңыз, сіздің қалтаңызда, например, основной продуктыңыз 500 000 теңге түсті, күнделікті 500 000 теңге түсіп отыр. То есть, енді мен күнделікті блогқа не салам деп емес, күнделікті қалай маған 500 000 теңге табуға болады деген өзіңізге уже сұрақ қою керек. То есть, подходты бұл жерде өзгертуіміз керек. Енді блогыңыз сізге күнделікті как минимум 10-15 адамнан заявка түсіріп отыр ма? Күнделікті курсыңызды қанша теңге курсыңызды алайын деп едім деген сияқты, например, 10-15 адамнан күнделікті заявка түсіп отыр ма? Егер де 10-15 адамнан күнделікті блогтан заявка түсіп отырмаған болса, онда бұл жерде жақсылап тұрып ойлану керек дейтін едім. Енді күнделікті 24/7 пахать етіп тоқтатып, бірақ табысты қалай сақтап, оны еще арттыруға болады. Осы мәселеге қарай ары қарай көшейік. Осы мәселеде бізге воронка көмектеседі. Воронка десе көп сөйлеп бір күрделі кодтар, бір программалар шығар деп. Жоқ. Воронка деген бұл техника емес. Воронка деген бұл стратегия. Вот стратегия құрып жатырмын дегенде естіген боларсыздар. Вот воронка деген ол стратегия. Қарапайым тілмен айтқанда, енді воронка бұл сіздің ең үздік прогревті бір рет жазып алып, оны автоматтандыру ғой, былайша айтқанда.
бұл сіз мүлдем танымайтын 100% холодный адамды жылытып, оны сатып алуға дайын клиентке айналдыратын алдын ала ойластырылған жол. То есть бұл системаның барлығын ол аспаннан келмейді, сіз алдын ала ойластырып қоясыз, сол системамен адамды жүргізесіз. Яғни бұл сіз шоу жасамай-ақ, сіз ұйықтап жатсаңыз да 24/7 жұмыс істейтін сіздің жеке жүйеңіз. Енді қараңыз, бұл жүйелер, то есть жүйелер, воронкалар сіздің мақсатыңызға қарай екі түрде бөлінеді. Воронкалар ол блог арқылы болады, блог плюс холодный воронкалар болады. Например, қараңыздар, блог арқылы БД-ға жинап сату, бұл да воронка. Блог арқылы хайлайтты жасап, хайлайтсын соңында сату деген сияқты, бұл да воронка. Немесе бір шағын лид магнитке шақырып, БД хайлайтстарға жіберу, окно продаждар, тікелей эфирлерге, вебинарларға шақыру, то есть бұл да воронка. Бірақ мынандай нәрсе бар, блог плюс холодная воронка. Яғни блогтан тыс сенің өніміне заявка генерировать ететін воронка. Блогта қосымша дажым құралы ретінде пайдаланатын воронка. То есть блогтағы воронкаларды сіз жүзеге асыру үшін өзіңіз ол жерде 100% жұмыс жасауыңыз керек. Бұл блог арқылы воронка, бұл воронканың ең қарапайым түрі, ең жеңіл варианттары ғой. Бірақ физически ең ауыр түрі. Мұнда воронка ол сізсіз. Сіз қолмен подпискаға жабасыз, қолмен прогресс жасайсыз, стористе билейсіз, энергияңызды ұртасыз, бала шағаңызды көрсетесіз, лайфыңызды көрсетесіз, адамды лид магнитке жібересіз, вебинарға шақырасыз. В общем, сіз эфирде күнделікті отыру керексіз ғой, воронка жұмыс істеу үшін. БД-ға шақыру үшін адамдарды, өзіңіздің марафон интенсивіңізға шақыру үшін сіз кәдімгідей блогты жүргізу керексіз. Проблемасы бұл 100% сіздің энергияңызға, сіздің присутствиеңізға ол тәуелді. Сіз выгорать етіп бастадыңыз, болды, продажа тоқтайды. Сіз уже блогтағы несіз, блогтағы құлдыққа тап болып қаласыз. Блог плюс холодная воронка, ол жаңағы мен айтып жатқан гибридті жүйе. Бұл ақылды эксперттердің жолы. Мұнда сіз суық аудиторияны, таргет, рилс, блогерлер қайдан келеді? Бірден блогқа емес, арнайы дайындалған мини воронкаларға жібересіз, воронка оларды жылытады. То есть оның ішінде алдын ала сіздің жазылып қойған прогревтеріңіз бар, ол алдын ала сізді жылытады. Ал блогты тек қосымша дажим құралы ретінде ғана жылы аудиториямен қарым-қатынас орнату үшін, жылы аудиториядан тағы да продажалар жасау үшін қосымша қолдануға болады. Артықшылығы, сіздің неге сатылымыңыз енді сториске тәуелді болмайды. Сіздің энергияңыз босайды. Холодный воронканың жалпы неше түрлі түрі бар. Холодный воронкалар өте көп. Ол вебинарная, бағана айтқан марафонная, автомарафонная, лид-магнитная, ВСЛ, статья, сайт деген сияқты холодный воронкалардың түрі өте көп. Блог плюс холодная воронка деген ол қалай жұмыс жасайды? Мен бір воронканың мысалы ретінде түсіндірейін. Бағана мен сіздерге айттым, ондай воронканың түрі өте көп. Мен қазір ВСЛ воронкасының примерінде түсіндірем. Например, реклама сіз жібердіңіз, кодовое слово Telegram, кодовое слово мен Telegram ботқа жібересіз, оны директке түседі, директтен Telegram ботқа жібересіз. Telegram ботта ол сол ВСЛ видеоны көреді. Плюс ол ВСЛ видеоны көріп жатқанда, ол адам сразу сіздің видеоңызды көрмеуі мүмкін. Сол себепті даже смс-тер жасайсыз, жаңағы видеоға қайтадан шақырып тұратын. ВСЛ видеодан ары қарай кефке шақырасыз. Кеф деген ол сіздің сататын жеріңіз. Қай жерде сатасыз, не арқылы сатасыз, сол жерге қарай шақырасыз, ары қарай адамдар продажаға жабасыз. То есть сіздің бизнесіңіздің негізгі костягі осы болады. Енді сіз бұл жерде мынандай метрикаларды есептейсіз. Так, рекламаға мен қанша теңге ақша құйдым? ВСЛ видеоны по факту неше адам көрді, неше адам маған кефке келді, то есть мен осындай же сенен сатып алғым келеді, или там сенің осындайына қатысқым келеді деп неше адам келді. Ары қарай сол келген адамнан неше адам продажа жасады. Осы нәрсеге метрикаларға қарайсыз. Енді сіз рекламаға белгілі бір деңгейде бюджет құйып жатқаннан кейін, ол бюджеттің барлығымыз қалтамыздан ақшамыз шыққан соң, оның тезірек қайтып қалтамызға оралғанын қалап тұрамыз, дұрыс қой, Сол себепті
қосымша жаңағы мына воронканы күшейту үшін, қосымша мына воронкаға дожим құралы ретінде қолдану үшін сіз блогты қолдансаңыз болады. То есть бұл жерде лайв жүргізіп жаңағы личностьті көрсетудің қажеті жоқ. То есть сізге телеграм ботқа келген адам, ол по-любому сіздің инстаграмыңызда бір көзінің қырымен қарап өтеді. Осы жерде де сіз блогта да VSL видеоға шақырсаңыз болады, видео көргендердің отзывымен бөліссеңіз болады, продукт туралы информация айтып, кейстермен бөлісіп отырсаңыз болады. То есть блог плюс холодная воронкаға бір мысалы осындай. Жалпы холодный воронка негізінде ол сіздің сататын өніміңіздің бағасына қарай және рекламаға салатын бюджетіңізге қарай құрылады. Мысалы, Айман Қанеқызы. Айман өз ісінің мықты маманы болды. Енді бірақ ол маған келгенде оның басында миф болды. То есть мен прогревті үйренуім керек, прогревті қалай да болса үйретіңізші, прогревті дұрыс жасай алмай жатырмын деген сияқты барлық акцент өкісе прогревте болды. Ол тұрақты блогтан түсіп отыратын табысты қалады, және ол тұрақты табыстың бірақ жолы бар, ол блогты жүргізу, прогрев жасау деп қана ойлады. Бұдан бөлек Айманда тағы екі проблема шықты. Біріншісі, блогта подписчиктердің көбісі целевой емес, себебі Айман бұрын репетитор болған, и репетитор болған кезден жиналған ата-аналар аздаған кішкене мұғалімдер болды. Ал ендігі шығарып жатқан өнімі оның мұғалімдерге арналған өнім болды. И біз, соответственно, мұғалімдерге арналған өнім болған соң, біз мұғалімдерді тарту керек болдық. Енді жаңадан аудитория тарту үшін Айманда рекламаға ақша болмады. Трафик деген ол жаңағы реклама, рекламаға ақша болмады. Енді біз не істейміз? Осы жағдайды қараймыз. Жаңа мен бағана айтып кеттім, холодная воронка, ол адамның эксперттің сатып отырған продуктісінің бағасына және рекламаға құйылатын бюджетіне байланысты құрылады деп. Енді біз көріп отырмыз, рекламаға құятын Айманда ондай көп ақша жоқ. Жалпы вообще ол кезде ақша болмады десек болады. И плюс бізде еще оны сататын аудитория да жоқ, былай қарап тұрсаң. Біз гибридті воронка ретінде трипвайерная воронка плюс директ пен сториске прогревті қолдандық. То есть біз ең алдымен стористе аудиторияны қыздырып бастадық, директке қызығушылық білдірген, әрбір мұғаліммен сөйлесіп, олардың проблемасына үңілдік. Осы жерден біз басқа мұғалімдер Айман сияқты баладан бір айда неге нәтиже шығара алмайтынын бірнеше себептерін анықтап алдық. Соның бірі, мұғалімдер балаға дұрыс диагностика жасай алмайтынын білдік. То есть оқи алмайтын бала келіп тұр, ол оқи алмайтын бала не себепті оқи алмай тұрған мұғалімдер диагностика жасай алмайтынын білдік. Өстіп, директпен сөйлесіп отырып, 2 мұғалімға 150 мың теңгеден саттық, нәтижесінде трафикке алғашқы 300 мың теңгеміз шықты. Сол 300 мың теңгеден біз ары қарай реклама құйдық, яғни холодный аудиторияға балаға диагностика жасау тақырыбында эфир саттық. Эфирдің құны 5000 теңге, бұл күнделікті рекламаға кететін бюджетті жауып отырды. Рекламаға күніне бар болғаны $10 қойдық, және осы жерде блогтан тыс Айманды танымайтын адамдар эфирге қатысып отырды. То есть блогтағы адамдар Айманды таниды, ал эфирге келген адамдар Айманды танымайтын болды. Эфирдің үстінде адамдарды менторлыққа қыздырып саттық. Менторлықты сатқандағы ақшасы ол таза пайда болды. То есть чистыми прибылі, ол менторлықты сатқан ақшасы ол таза пайда болды. Жаңағы эфирдің ақшасы ол рекламаның өзінен өзі жауып отырды. Оның алдында эфирге тағы 2 мұғалімге сатып тапқан 300 мың теңгеміз бар. Соныменен дұрыс құрылған воронка біріншіден рекламаға кететін шығынды жауып отырды, екіншіден жаңа целевой адамдарды тартып отыр. То есть былай қарасаң, сол эфирдің ақшасына бізге целевой адамдар келіп отырды. Нәтижесінде воронкаларды дұрыс қолдану арқылы 5 айдың ішінде 2 машина алды. Ал егер ол басында өзі сеніп алған мифпен дальше соған сата берсе, яғни прогревпен тек блог арқылы сатса, бұл нәтижеге ол қанша уақытта жетер еді. Жалпы сіз ойлауыңыз мүмкін, менің наставничеством ол 250 мың теңге тұрады, оны қалай робот сатады, жалпы лично адаммен сөйлеспесе, адаммен бір-бірімен сөйлеспей, ол жерде қандай продажа болады деп ойлауыңыз мүмкін. Және сіз дұрыс ойлайсыз, бұл дұрыс ойыңыз. Воронканың мақсаты жалпы сіздің 250 мың теңгелік болсын, 500 мың теңгелік болсын, өніміңізді вообще сату емес оның мақсаты. Воронканың мақсаты 100% міне холодный, сізді танымайтын адамға оны жылытып,
оның барлық возражениесін жауып, мысалы сіздің жеке консультацияңызға сатып алуға дайын күйде алып келу. То есть ол уже тема, қандай сіз не туралы экспертсіз, қандай темада экспертсіз, не сатасыз, не себепті ол тема оған выгодно деген сияқты нәрселердің барлығына, яғни ақпаратқа қанық күйде, уже прогревті, уже жылы болып сізге келеді. Ал бұл прогревке сіз бұрынғыдай 24/7 уақытыңызды құртпайсыз. Воронка сіздің орныңызға барлық артық шоуды жасайды, прогревті жасайды. Ал сіз тек оны құнды жұмысты, яғни эксперт ретінде дайын клиентпен сөйлесуді ғана атқарасыз. Енді сіз ойлайсыз, жақсы, бәрі түсінікті, бірақ таргетологпен жұмыс жасап ақшамды слив қылуға қорқамын деп ойлауыңыз мүмкін. Жалпы жаңағы воронкаларды іске қосу үшін екі түрлі жол бар. Біріншісі, воронкаңызды шақырып тұрған Reels постты продвигать ету арқылы адамды тарту. То есть бұл жерде артық сіз командаңызға таргетолог ешкімді жалдамайсыз, басында тек қана продвигать деген кнопкамен уже воронкаңыз тестілеп аласыз. Воронкаңыз жұмыс жасап тұрғанын көз жеткізген соң уже командаға таргетологты алсаңыз болады. То есть уже ол неше түрлі креативтерді тестілеп, уже сізге бұрынғыдан да көп адам алып кеп бере алатындай, одан кейін барып сіз таргетолог алсаңыз болады. Мәселе жалпы таргетологта емес, ол сіздің құрған воронкаңызда. Таргетологтың жұмысы сіз айтқан жерге адамдарды әкеп беру. Блогқа адам әкеп берді дейсіз бе? Блогқа адам әкеп береді, на воронкаға адам әкел дейсіз бе? Воронкаға әкеп береді. Ары қарай воронкадан адамдар қызып шықпаса, демек сіздің воронкаңыз слабый деген сөз. Воронка өтімді болу үшін өнімге сай келетін адамдарды таңдау керек. То есть, жаңағы целевая аудитория деп айтып жатады ғой, сіздің өніміңізге нақты келетін адамдарды таңдау. Воронка деген толықтай клиенттің бір сұрағына шешім бере алу керек. Ключевой этап воронки, яғни сіздің негізгі сататын орныңыз қандай болады? Ол диагностика ма, вебинар ма, марафон ба, перепискамен сатасыз ба? Ол қандай болады? Қай жерге адамды алып келесіз? Сол жерге адамдарды қыздырып дайындау. Воронканың жұмысы сол жерге адамдарды қыздырып дайындау. Қаншалықты воронкада клиенттің боль, потребность, желаниесі көрініс береді, соншалықты ол воронка өтімді болады. То есть, таргетолог ол ешқашан кассаңызда болатын суммаға, продажаға жауап бере алмайды. Оның жұмысы целевой адамдарды жаңағы сіз айтқан жерге тарту ғана. Ал сіздің жұмысыңыз мықты воронка орнату, келіп тұрған адамды дайын воронкаңызға өткізіп, сол воронка арқылы адамды қыздыру. Ал егер де, например, сіздің воронкаңыз барлығы күшті, идеальный жұмыс жасап тұр, бірақ трафик келетін моментте сізге не целевой адамдар келіп жатса, немесе аз адамдар келіп жатса, онда бұл, конечно, уже таргетологтың мәселесі болады. Көп ақша болса ғана холодныйға шығуға болады деген ой үнемі клиенттің потогын алып келуге кедергі келтіреді. То есть мен бірінші көп ақша тауып алайын, сосын барып холодный воронканы құрсам болады деген сияқты ой болса, бұл онда қате түсінік. Мысалы, Айжан Асенбаева, біз Айжанмен жұмыс жасаған кезде ол мынандай мифтар болды. Мен алдымен мықты продюсер алсам, Динара Саджан сияқты жұлдыздан реклама алсам, личный брендімді дамытсам, продажа өзі болады деп ойлады. Сол себепті ол не істейді? Ресейлік продюсерлерді жалдайды, себебі ол орыс тілде, ресейлік эксперттерді, продюсерлерді жалдайды, плюс Динара Саджаннан реклама сатып алады. Динара Саджанға барып подкастына түседі, бізге уже не істейді? Уже поток адамдар келейін деп тұр. И бұл жерде Айжанда екі проблема болады. Біріншісі, дайын құрылған воронка болмайды, и продуктыны кімге арналғаны толық түсінбейді. Уже реклама алынып қойды, срочно бір нәрсе істеу керек деп біздің командаға жүгінеді. Прогревке 14 күн жұмсаймыз, бірінші запуск аудиторияны түсінбей, тек стористе прогрев арқылы 3-8 миллион теңге түсіреміз. Ал кейін аудиторияға анализ жасай келе, оларға курстың керек, вообще керек жоқ екенін, аудиторияда қомақты сумма бар, адамдар көп екенін байқаймыз. Солай біз 1,5 миллион теңге және 750 мың теңгеге топтық наставничестволар сатамыз. Бұл жерде біз гибридная воронка ретінде
марафон плюс жеке консультация воронкалары арқылы воронкаларын қосамыз. 7 күнде 11 миллион теңгеге продажа жасап шығамыз. То есть марафонға келген адамдарды ары қарай жеке консультацияға шақырамыз. Марафон және консультация воронкаларын жалпы біз қалай қолдандық? Ең алдымен Динара Саджаннан келген, әлі толық игерілмеген, Айжанды толық танымайтын адамдарға арналған марафон жасадық. Марафонда өзінің жеке товар брендімен заттарды выгодно сату керек екендігін түсіндірдік. Аудиторияны өз товарының брендін ашу қызықтырдық. И чек үлкен болғандықтан осы жерде қызығушылығы бар адамдарды біз ақылы консультацияға шақырдық. То есть марафоннан кейін ақылы консультация саттық. Солай сразу адамдарды уже сүзгіден өткізіп алдық. Точно мына кісі ертең, например, өзінің бизнесіне ақша сала алады, обучениеге ақша сала алады деген, ертең нәтиже көрсете алады деген адамдарды таңдап алдық. Консультация үстінде уже жеке топтық наставничестволарды сатып бастадық. Байқасаңыздар, әр эксперттерде әр түрлі воронка қолдандық. Бір экспертте рекламаға мүлдем ақша жоқ, жүйеле жоқ. Бір экспертте ақша бар, бірақ жүйе жоқ. Воронка ол әр адамның точка Асына қарай индивидуально құрылады. То есть точка Ада не бар сізде, база бар ма? Бюджет қазір қандай? Продуктовый линейка бар ма? Основной продукттың бағасы қандай деген нәрселерге мән беріле отырып, осы воронкалар құрылады. То есть жаңағы Айжанға келген модель ол Айманға келмейтін еді. Сол сияқты сіздің біреуден көріп алған, көшіріп алған модельдер сізге эффективно жұмыс жасамайды. Воронка құрмай, тек блокпен, прогревке сеніп жүре берсеңіз не болады? Бұл сату методтары жыл сайын күрделеніп келеді. Дәл қазір бұл нәрсені үйренбесеңіз, кейін одан да тұрақты табысқа шығу сізге қиындай түседі. Себебі қазіргіден де сату методы күрделене түседі. Келесі жылы мүлдем сату методтары басқандай болады. Тек блокпен сату ол бір стеклянный потолокқа тірелу, яғни холодный воронкаларсыз, холодный аудиториясыз тек блоктағы адамдармен сата берсеңіз, ол жерде бір стеклянный потолокқа тірелесіз, еш қашанда уже табысты өсіру, тұрақты табысқа шығу деген нәрсе болмайды. Жүйесі бар бәсекелестеріңіз сізді уже жеп қояды, сізді уже рыноктан ығыстырып шығарып жібереді. Егер де мен айтқан методпен жұмыс жасайтын болсаңыз, сізді мынандай результаттар күтіп тұр. Гүлзира продюсер 2 запусте общий 17 миллион теңге жасады. Бірінші запусте 11 миллион, осы запусте 11 миллион, өткен запусте 6 миллион жасадық. То есть бірінші запускесінде 6 миллион, келесіде сол методты қайталайды, 11 миллион теңгеге продаж жасайды. Урхия бухгалтер, ИП арест эксперті өзінің услугасын, өзіне воронка құру арқылы 1 миллион 450 мың теңгеге сатады. Январда 1 миллионға услуга сатады, плюс 3 адамға 150 мың теңгеден обучение сатады. Бүлдіршін рилсмейкер. Бір айда бұл кісі почти миллион жасады. Өткенде таза 800 мың жасаппын дейді, одан кейін 100 мыңға тағы да келді. То есть заявка үнемі түсіп тұрғанын байқауға болады. Енді сізде екі таңдау бар. А жолы мен өзім бір нәрсе істеп көрем, өзім бір жолын тауып көрем. Немесе Б жолы осы методты өзіме енгізіп көремін деп жасап көрсеңіз болады. Егер сіз холодный воронкаларды құруға дайын екеніңізді сезсеңіз, мен сіздерге екеуміз бірге жасайтын келесі қадамды әзірлеп қойдым. Ары қарай мен сізге дәл қазір сіздің ситуацияңызда, сіздің точкаңызда, сіздің бюджетіңізде қандай воронкамен тұрақты табысқа шығуға болатынын стратегиялық сессияда сызып көрсетемін. Ол үшін стратегиялық сессияға жазылу үшін созвон анкетасын толтырыңыз. Стратегиялық сессиядан кейін жалпы мынандай результаттар болады. 220 мың теңге таптым кешегі сату сабағынан соң. Сату сабағы деген жаңағы стратегиялық сессияға айтылып отырғандары. Өткендегі воронка сабағынан соң 1 миллион 65 мың теңге тапқан. Міне бір күнде 1 сағаттық схемамен айтады, қанша ақша шашып оқыдым, сондай неге осылай 1 сағаттық схемамен бере салмайды, қайра миллиондап кеткен ақшамай дейді. Услугамен да саттым 250 мың теңгеге. Основной сабақты көрсем не болатынын білмеймін даже дейді. То есть бұл кісілер стратегиялық сессияның өзінен уже результат алып жатыр.
жатыр. Бұл сізге пихать етіп сататын консультация емес. Бұл 30-40 минуттық нақты жұмыс. Осы созвонның өзінен мынандай үш нәтиже алып кетесіз. Біріншісі нақты декомпозиция. Бұл 3 миллион теңге сату үшін қанша теңгеден сатуым керек деген декомпозиция емес. Бұл декомпозиция сізге қанша трафик керек, қанша өтініш керек, қандай конверсия керек сату үшін, барлығын цифрмен есептеп шығарамыз. То есть рой қандай болады, таза пайдаңыз қанша болады, қанша чекпен сатсаңыз, рекламаға қанша ақша құйсаңыз, қандай чекпен сатсаңыз, қандай сіз прибыль таба алатыныңызды мен сізге мынандай калькулятормен есептеп көрсетіп беремін. Тиімді воронка моделі. Дәл сіз нишаңызбен өніміңіз үшін қай воронка ең жылдам нәтиже беретінін айтып беретін боламын. VSL ма, консультация ма, VSL плюс консультация ма, автоинтенсив па, вебинар ма. То есть қандай воронка сізді дәл қазір точка аңыздан алып шыға алады, қандай бюджетпен алып шыға алатынын точно көрсетіп беремін. Қадамдық жоспар. Созвоннан кейін сіз уже артық шоусыз сату жүйесін құру үшін неден бастау керектігі туралы нақты жоспармен то есть бірінші мынаны жасауым керек, екінші мынау, үшінші мынау, төртінші мынау деген сияқты сізде қадамдық жоспарыңыз болады. Бұл созвонның соңында егер мен сіздің мақсатыңызға менің бағдарламам арқылы 3 есе жылдам әрі тиімді жете алатыныңызды көрсем, мен ол туралы сізге міндетті түрде айтамын және бағдарламамда өзімнің орнымды ұсынамын сіздерге. Егер менің программам сіздерге келмейтінін түсініп көріп тұратын болсам, біз жай ғана осы жерден достықпен қоштасамыз. Ешқандай қысым, давление, тықпалап сату деген нәрсе болмайды. Жалпы вообще сату деген нәрсе болмайды. Кез келген жағдайда сіз осы созвонны тегін, бірақ баға жетпес стратегиямен ұтасыз. Стратегиялық сессияға жазылу үшін төмендегі анкетаны толтырыңыз. Мен өзім сізге байланысқа шығамын.